Қылмыстық процесте қатысушылардың құқықтарын қорғау тетіктері, оның ішінде өтініш хаттар мен шағымдар беру мүмкіндігі аса маңызды болып табылады. Атап айтқанда, олар тергеп-тексеру мен сот ісін жүргізу барысында әділдік пен заңдылықты, қылмыстық процеске қатысушылардың құқықтарын қорғауды қамтамасыз етуге көмектеседі. Қылмыстық процестік кодексінің 99 және 105 баптарының негізгі ережелеріне тоқтала кетейін. Өтініш хат бұл күдіктінің, айыпталушының, жәбірленушінің, олардың қорғаушыларының немесе өкілдерінің қылмыстық іс бойынша процестік әрекетті орындау немесе шешім қабылдау туралы ресми жүгінуі. Өтініш хатты кім бере алады? Күдікті, айыпталушы, жәбірленуші, қорғаушы, өкіл, қылмыстық процестің өзге де қатысушылары. Не туралы өтініш хат беруге болады? Қылмыстық істі тоқтату туралы, бұлтартпау шарасын өзгерту туралы, куәларды шақыру және олардың жауап алу туралы, сараптама жүргізу туралы, дәлелдемелерді іске қоса тіркеу туралы, басқа да процестік әрекеттер туралы. Өтініш хатты беру және қарау тәртібі. Өтініш хат жазбаша немесе ауызша түрде тергеушіге, анықтаушыға, прокурорға немесе сотқа беріледі. Құзырлы орган өтініш хатты 3 күн ішінде немесе заңда белгіленген басқа мерзімде қарауға міндетті. Шағым бұл қылмыстық процесс барысында құқықтары немесе заңды мүдделері бұзылды деп санаған адамның ресми жолдануы. Шағымды кім бере алады? Процеске қатысушы, күдікті, айыпталушы, жәбірленуші, қорғаушы, өкіл, тергеп-тексеру барысында құқықтары бұзылған кез келген адам. Не туралы шағымдануға болады? Тергеушінің, анықтаушының, прокурордың заңсыз әрекеттері немесе әрекетсіздігі, қорғау құқығының бұзылуы, заңсыз қамаққа алу немесе ұстау, өтініш хатты қанағаттандырудан бас тарту, өзге де құқық бұзушылықтар. Шағым қайда беріледі? Тергеушінің, анықтаушының әрекеттеріне тергеу органының бастығына, анықтау органының бастығына, тергеу органының бастығы мен анықтау органының бастығына, прокурорға немесе тергеу сотына. Қарау мерзімі. Шағым келіп түскен күннен бастап 3, 7 және 15 тәулік ішінде қаралуы тиіс. Қарау нәтижелері бойынша мынадай: шағым қанағаттандырылсын және құқық бұзушылық жойылсын, себептері түсіндіріле отырып бас тартылсын деген шешімдердің бірі қабылданады.